Өсімдік мүшелерінің негізгі қызметін зерделе. Тамыр тірек қызметін атқарады. Өсімдікті топыраққа бекітеді, топырақтан су мен қоректік заттарды сіңіреді. Сабақ тірек қызметін атқарады. Су мен пайдалы заттарды өсімдіктің басқа мүшелеріне жеткізеді. Жеміс дәндерді бүлінуден қорғайды. Гүл жемістер мен дәндерді қалыптастыру үшін қажет. Жапырақ оның көмегімен өсімдік қоректенеді, тыныс алады және күн жарығын сіңіреді.